Ассаламағалейкум. Өте оңай және тез дайын болатын, барлығын салып бір араластырып жақсылап пешке 10 минутта пісіріп алатын печеньеларымызды даярлап көрсетемін. Ең алдымен бисмиллах деп ұнымызды 300 грамм елегіштен өткізіп аламыз. Бір шымшым тұз, маргарин немесе сары май 40 грамм, бір жұмыртқа. Менде бір жұмыртқаның ақ-уызы қалып кеткен еді, соны саламын. Ол міндетті емес. 3 ас қасық қант. Одан да қаттырақ тәтті болған қаласаңыз, қантын молырақ салсаңыз болады. 100 мл сүтке жарты шай қасық ас содасын араластырып құямын. 2 ас қасық майонез саламыз. 50 мл өсімдік майын құйып, барлығын жақсылап бір келкі етіп араластырамыз. Осы уақыт аралығында алдымен пештеріңізді қосып қойсаңыз болады. 180 градусқа дейін қыздырып, қамырларымызды домалақ етіп, үстін стаканменен басып шығамыз да, әсемдік үшін мейізді және мак ұнтағын пайдаланып себеміз. Түйіршіктерін себеміз мактың. Және алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пеште 10 минут пісіріп аламыз. Сырты сәл қытырлық, іші жұп-жұмсақ печеньеларымыз дайын болды. Балаларыңызға сөзсіз ұнайды деген ойдамын. Бұны мектеп жасындағы балалар да әзірлей алады. Баршаңызға ас болсын. Біздің YouTube арнамыздың ас мәзірлері ұнаса, тіркеліп қоңыраушаны міндетті түрде басыңыздар. Сол кезде әрдайым жаңа видеоларды қалдырмай көретін боласыз. Лүпілдеріңізді аямаңыздар. Комментарий бөліміне пікірлеріңізді жаза қалдырыңыздар. Қолдаушыларыма көп рахмет. Аспаз анадан. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Келесі ас мәзірінде кездескенше сау болыңыздар.